талқылап өтеміз. Баланың жылауының өзінің бірнеше себептері бар. Бала бірінші қарны ашса жылайды, жөргегі лас болса жылайды, сонымен қатар бір жері ауырса жылауы мүмкін. Сонымен қатар, яғни ішіндегі әртүрлі коликалар болуы мүмкін, іш қатулар болуы мүмкін, осыдан да жылауы мүмкін. Сондықтан бірінші бала неге жылап жатқанын анықтап алуымыз керек. Сонымен қатар бала оға дейін анасының құрсағында болғандықтан, қоршаған ортаға бірінші аптада қоршаған ортаға үйренуі керек болады. Содан да жылауы мүмкін. Әрқашан бірінші бала жылаған кезде жөргегін тексеріңіз. Егер жөргегі таза болса, баланың қарны ашқан болуы мүмкін. Баланы емізіңіз, мүмкін сүтіңіз керек мөлшерде шығып жатқан жоқ шығар. Бала